Сәлеметсіздер ме? Менің анашымыз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жазға ыңғайлы, дәмді салат жасайтын боламыз. Ең алдымен қиярымызды тураймыз. Қиярымызды соломка қылып турайтын боламыз. Турап алдық, ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте қызанағымызды 4 бұрыштап тураймыз. Дәл видеодағыдай тураймыз. Мінекей ыдысымызға саламыз. Одан кейін жұмыртқамызды дәл солай тураймыз. Ыдысымызға саламыз. Ірімшікті 3 бұрыштап тураймыз. Салып аламыз. Міне барлығын салып алдық. Енді дәміне қарай майонез қосамыз. Қосып алдық, енді араластырамыз. Міне, салатымыз дайын болды. Көп уақытты қажет етпейтін және де жазға ыңғайлы салатымыз дайын болды. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәттілік аз болсын.